Ал біз хабарды жалғастырамыз. Дәл қазір біздің қонақжай студиямызға жаңа есім айдарының қатысушысы келеді. Олай болса шақырайын. Біздің студиямызда бүгін Мырза Берден, әнші жігіт. Қош келдіңіз. Келіңіз, қайырлы таң. Қайырлы таң. Көңіл күй жақсы ғой, иә? Жақсы. Иә. Енді бізге бүгінгі келіп отырған себебіңіз, яғни ән жолдайсыз. Иә. Мәңгілік ел деп аталады. Бұның тарихы жөнінде қысқа айтып кетсеңіз. Енді әрбір өнерпаз әнші ел туралы ән айтқысы келеді. Мен де осындай тәуелсіздіктің 25 жылдығына байланысты ән шырқағым келген. Бір досым бар, Ардақ Тошынбай деген. Сол кісінің ақын өзі сазгер. Сол кісінің әні ұсыныс бойынша осы әнді осы жазда орындаған болатынбыз, жаққа шығарып. Халықтың көңілінен шығып, осындай. Я, олай болса көпке озбайық, ән тыңдайық, иә? Микрофонды өзіңізге табыстаймын, сахна сіздікі. Көрерменмен бірге өзіңізді қалдырамын, жүректен жүрекке жеткен ән болсын, иә? Ал сөз кезек өзіңізде. Шуақты төгіп тұр бізге, түннің өзі білгенге. Ғасырдан ғасырға келдің сен, бабамыз күткен арманы ең. Әлемге әйгілі елсің сен, танылған атың мәңгілік ел. Елі менің жасай бер мәңгі, самғат көгімде. Елі менің жасай бер мәңгі, жайнап әр күнде. Елі менің жасай бер мәңгі, сайрат көңілде. Жүрегім өзің мен бірге. Тыныштығы төрінде береке үйіп тұр бізге, шаңырағы биікте. Алашым қазақтың бағы сен, баянды алтын шағы сен, самғайтын көк байрағы сен, жазылған атың мәңгілік ел. Елі менің жасай бер мәңгі, самғат көгімде. Елі менің жасай бер мәңгі, жайнап әр күнде. Елі менің жасай бер мәңгі, сайрат көңілде. Жүрегім өзің мен бірге. Елі менің жасай бер мәңгі, самғат көгімде. Елі менің жасай бер мәңгі, жайнап әр күнде. Елі менің жасай бер мәңгі, сайрат көңілде. Жүрегім өзің мен бірге. Мырза Берден Таңшолпан бағдарламасын көріп отырған барша көрермендеріне осындай таңғы көңіл күй сыйлады. Көп рахмет. Шынымен де мәңгілік елдің аспаны биік болсын, әндеріңіз көбейсін, өнердегі қадамыңыз оң болсын дейміз. Осындай таңғы ән шашу үшін көп рахметімізді айтамыз. Күн жақсы өтсін. Көп рахмет.